Қорап автобустағының көбі тойға келе жатқандар. Одан қалғаны Ұзынбұлақ пен Жылысайда тұратын жүз таныстар мен көз таныстар. Той Жылысайда, оның жолы Ұзынбұлақты басып өтеді. Ал Ұзынбұлақ Алматыдан 206 шақырым алыс, Жылысайдан 6 шақырым бері. Жолаушының көбі әйел. Әйел көп жерде, және оның бәрі бірін-бірі таныған соң әңгіме де көп. Әңгімеге араласпай, не қалғып шұлғымай, өзімен өзі құшағында ойдың отырған жалғыз шара ғана. Жолмен үзбей жарысқан Алатаудың жүгесінде бадана көзі сүзіле қарағанмен, оның әсемдігіне түк те тамсанып келе жатқан жоқ. Оның көзі, көңілі, аяқ астындағы елес, әлгі түнгі оқиға, Мұраттың қасынан осы түн аман шыққаны қуаныш па әлде қателік пе, соны бағалай алмай дал. Ой толқынымен томпақ бетіп бір қызарып, бір қуарып, өңі сәт сайын құбылатын қасындағылардың бәрі байқамайды. Олардың ынтасы әңгімеде. Шараның ойы шым-шытырық. Мұратқа ренжейін десе, оның да қылығы адам өкпелейтіндей әбестікке жайтпайтын сияқты. Өзін кінәлайын десе, бойжеткелі құлағына шешесі құйып келе жатқан ақылдан бұл да ұтмапты. Тек Мұраттың мен ойлап тапқан жаңалық емес, ата-бабамыздың бәрі істеген табиғат заңы ғой деп жалынғаны. Сол ғана жанына батады. Бірақ тойымызға дейін шыдай тұрайықшы деп мұның жалынғаны неге теріс? Ал енді оның бұл бірін-бірі сүйген, бірін-бірін ештеңесін аямайтын ғашықтардың ғана рахаты дегені, Құдай біледі қулық. Рахат болса, еркекке рахат шығар, әйелге оның несі рахат? Еркек дегеннің ең басты мақсаты алдап сулап соғып жету дегенді қай жеңгесі айтпады. Әйел атаулының қыздарды бірінші сақтандыратыны сол еркекке алданып қалмау. Ендеше мұныкі дұрыс. Некелескенге дейін қыз жігітті жыныстық жақындыққа жолатпау керек. Ой бай-ай, оған жолатпағанымен оның қолы өне бойының бәрін араладау. Ят-ай құрсын, еркек дегеннің оңашада есін білмей кетеді екен ғой тегі. Қой деген сөз құлағына кірмей ме деп еді қайта. Бақсы болып кетті ме, әлде аузына апта бойы ас тимеген ашқа ұқсайма Құдай-ай, адамды айпап-түйпап жұтып қоя жаздайды. Қалайда жаны бір қалу қалдай теуір. Енді тойлары өткенше ондай оңашалықтан қашуы қажет. Ағайға таныстырамын, көкемдікіне кіріп шығайық деп ол әр талай әр нәрсе айтуы мүмкін. Енді алдап оңаша үйге апарсаң өкпелеймін деу керек. Аймалап, айналып, үйіріліп, ешкімнен естімеген ең тәтті сөзді айтып жатқан адаммен қарсыласып алысып жатқанда қайбір абырой. Бәрінен сүйіп жатып, сыйпалағаны жаман. Я, қарсылығыңды, я, құшақтасарыңды білмейсің. Бүйтіп қыз болғанында бар болсын. Шын сүйгендіктен де қасыма жолатпаймын дегеніңді қалай түсінемін? Сонда шын сүймесең жолатамысың деп те тығырыққа тіреді-ау. Оны өкпелетпейдін-ақ дейді, бірақ өйтсе бәрінен де бірақ сәтте айырылады. Шешесі байғұстың некетініне таза жет, күйеуіңе сонда өлілгенше сыйлы боласың деп зар илеумен келе жатқаны, сөйтемін, оған уайымдамашы деп әлденеше рет уәде бергені бәрі зая кетпек. 40-ына шыдап 41-не шыдамағаны шынында ятты. Ертең өз қыздарына ақыл үйреткенде не бетін айтады? Өйткем жоқ деп өтірік айтама? Құдай оның бетін арғылсын. Той жасап жатқан Шараның нағашы ағасы тұңғышын үйлендіргеніне тегі шат жадыман. Бір қора боп бұлар Алматыдан автобустан түскенде тіпті көтеріліп кетті. Құдайдың жеткізгеніне шүкір дейді. Амандасқанның бәрі бассала құшақтап. Шара негізі осы ағасына тартқан. Көзінің үлкендігі, бетінің томпақтығы бәрі айнымайды. Ой, өзіме тартқан асыл сүйек қызым. Өзгелер жүз төбе болса, бір өзі бір төбе болып, бәрін басып тұратын Шара жаным деп мұны айрықша мейірмен құшақтады. Тойдың дастарханын үй іргесіндегі беделіктің үстіне ұзыннан 3 қатар үстелге жасапты. Ұзынбұлақ пен Жылысайды үдере шақырған той екені көрініп тұр. Ой Шара деп нағашысының құшағынан босана берген мұның қызыл орамалды келіншек бас салғаны қарар емессің ғой тегі.
Айжан тани кетіп Шарада құрбысын құшақтай алды. Мектепте бірге оқып, ауылда бірге өскен екеуі емін-еркін сөйлескілері келіп, есік алдындағы елден қаша бірін-бірі сүйрелегендей үйге кірді. Тоқтаусыз ең түпкі бөлмеге өтіп, төсектің үстіне қатарласа отыра кетті. Айжан мен Шара жыл сайын кемінде 1-2 рет көріседі. Қол қалт етсе-ақ Шара ауылға шауып келіп тұрады. Айжан қазір 2-ші баласына жерге екен. Ал Шара оқу бітірем, күйеуге ертелеу деп әлі бойдақ. Оқуын бітуге 1 ай қалды. Кәрі қыз болып аңқиып қалатын деп жүрсің бе? Жоқ, меншіктеп ұстаған біреуің бар ма? Деп Айжан сәлден кейін-ақ әңгіменің бетін қашан күйеуге шығасынға бұрды. Сен менің бойдақтығыма қызғанасың-ау деймін. Әлде қызғанасың ба? Айна жылына бір көргенде басқа әңгімең жоқ па? Ой жынды, деп Айжан Шараның жотасына арқасымен қойып қалды. Қызғанатындай қайартықшылығың бар сенің. Айтсам, өзім көрген қызықты сен де көрсекен деп әншейін жаным ашып айтам. Байым бар, балам бар, күнім-түнім солардың қасында. Сенің соқа басың сорайған бойдақтығыңа естіріс қызға ма? Неге қызықпайды? Біреуге тамақ пісірмейсің, біреудің кір-қоңын жумайсың, қайда барсаң да, қайдан келсең де өз еркің. Түске дейін ұйықтайсың, түстен кейін қыдырасың, Құдайдың бір еркіндігі. Еркеліктің дәмі еркелетін кісің болса кіреді. Сөзіңе қарағанда сені біреу теріс оқытып жүрген сияқты. Түске дейін ұйықтап, түстен кейін қыдырғанда арман ба? Басқаны тыңдап қайтесің, бай мен баланың қызығын менен сұра. Ал сұрайық, айта қойшы, байға тигеннің несі қызық? Бәрі қызық. Оның еш қызығы жоқ болса, әке-шешелеріміз ұйқымен қыдырудан іштері пысқан соң үйленді ғой деп жүрсің бе? Сен өзің ойлап қарашы, сүйген жігітің қолыңнан сипаса қандай әсер етеді? Ұнай ма, ұнамай ма? Әрине ұнайды. Ал ерніңнен сүйсеші, кетшер, сен мені мазақ қылайын деп отырсың ғой. Сыйпаған, сүйген, құшақтаған, оның бәрі басқа нәрсе ғой. Қасыңда жатқандағысы жаман. Ой бой, әлі бала екенсің ғой Шара. Әйел болғанның бәрі тозақта, бойдақтар түгел жұмақта жүреді деп ойлайды екенсің ғой. Шыныңды айтшы, жақсы көрген адамның сипағаны, сыйлағанынан сүйгені, одан құшақтағаны бірінен бірі жақсы екен өтірік пе? Оны өтірік деген кім бар? Ендеше күйеуің әрі сыйпайды, әрі құшақтайды, әрі сүйеді, жаныңа рахат, бәрін жасайды. Одан артық қандай қызық керек саған? Масқара, сен әбден ұятсыз болып біткен екенсің. Байдың қызығын сен ақ көр. Мен оқуымды оқып, мұғалима болып, тып-тыныш жүргенім жақсы. Иә, әйелдің күйеусіз ақ бақытты болатынын дәлелдейтін бірден-бір сен боларсың. Құдай-ай, кім білген, сен мүлде сауатсыз екенсің ғой. Қой айналайын, сен білмегенді денең біледі. Қолыңды ұстағанда денең дір еткен жігітке тий. Бар ма өзі қолыңды ұстайтын біреуің? Бар болған соң, басымның қатып жүргені. Кеше түнде сүйгенің рас болса, қолымды қақпа деп қайнап зорға құтылдым. Әсерінен әлі айыға алмай, кімдікі жөн екенін шеше алмай, басым қатты. Сенікі жөн, асыққан еркек алдымен үйленсін, сонан соң ғана. Тойға бірге оқығандардың біраз келді. Арасында әлі үйленбегендердің бірі Ырысбек екен. Қасынан шықпай әбден ығыр етті. 2-3 рюмкеден кейін ашық емініп, жүрші, қыдырып қайтайықта деп бастайды. Әуелде иығынан ұстап еді, қолы бірте-бірте белге түсті. Тағы бір билегенде бөксесін сипалай бастаған соң Шара шамданып қағып жіберді. Сен менің мінезімді ұмытып қалғансың-ау деймін. Тойдағы тамам жұртқа тағы бір күлкі болғың келмесе, қолыңа ие бол. 10-шы класста осы баланы бір масқаралағаны бар. Алысып жүріп, антұрған мұның емшегін қасақана қысып жіберді. Қалайша дәл тигенін Шараның өзі де білмейді. Баж етіп қолын шошына көтеріп қалғанда, бармағы Ырысбектің танауына кіршете қалды. Сау еткен қан үстелдің басын жауып кетті. Ақыры қыздан таяқ жеді деген келекеге қалған, сол ғой есіне сап ете қалғаны. Ішіп алған еркектерде айырма болмайтыны секілді. Ауылдағы тракторшының де, қаладағы студенттің де бәрінің құлқын тескен, қайткенде де әйтеуір бір қызбен қойындасу. Елден ұятау, Шараның атына сөз келеді-ау дегенді Ырысбектегі ойлап та қоймайды. Өңімеңдеп үйкелесе еңкейіп, айтқан сөзі де, қылығы да
бәрі ерсі. Мана сызылып амандасқан сабазың қазір пысылдап, танауының желі Шараның шамай шашын қайта-қайта маңдайына қарай қобдыратып, шайнаңдап, отырып сөйлесе түкірігімен қоса түйіршіктер де бір шашырап, кел Шара, бірге оқыған күндерді еске түсіріп, мынаны алып қояйық деген сайын шынашағы үстелдің үстіндегі не бөтелкені, не стақанды қағып кетіп, оны түзейтін дегенде үрімкедегі арақ үстіне төгіліп, не қасындағыларға елдің сөзін естіртпей, не өз берекесі кетіп, берекелді бір сөз айтпай, әбден мазан алды. Одан Шара орнынан тұрып кетіп қана құтылды. Одан құтылғанымен, бірақ ойдан құтыла алмады. Мен сірә Мұратты сүйбейтін шығармын. Бұрын қолымнан ұстай алса, Айжан айтқандай, тола бойым дірете қалатын еді. Қазір өйтпейді. Дегеніне кешетінде көнбегенін де содан шығар деп сезіктенді. Ырысбектің бар қылығы қайта-қайта Мұратты есіне түсіре берді. Екеуінің ішіп алғандағы мінезі бірінен бір айнымайды. Аузына арақ тисе бітті. Тіміскі иттің тұмсығынша қолы қайдағы жерлерін түртінектеп, ол дамыны оңашаға тартпақтайды. Сол ұқсастықтан бойын бейне ызғар қағып тұрғандай сезіледі. Кіді алмайтынын нәреседен көңілі кіді алып, тойға деген ынтасы бірден бәсеңсіп сала берді. Көнбедің де осыдан көріспей кетсе, Мұраттың онда айрылсарға сылтау іздегені, ендігі қалған бір айдың ішінде кіммен тұзы жараса кетер дейсің? Бойдақ жүріп ақ оқуын бітірер. Қыз атаулыға бір-бір қозы көрпештен тумайтыны тағы да белгілі. Тәлейіне қараған әлде біреу кезігер. Шараның осы түңілісі той тарқағанда да тарқамады. Алматының автобусы түнімен Жылысайға қонып, таңғы 9-да дүкеннің алдына қозғалады екен. Бас сұқпай кетсе күнә болатындай, тойдан қайтқандар алдымен ашық тұрған дүкенге қайырылды. Кіріп барғаннан ақ Шараның көзі ілулі тұрған қоңыр көйлекке түсті. Жеңге, мынау көйлегіңізді көрсетіңізші, деді біреу, бұрын сұрап қоймасын дегендей оймен. Өлшемін бағасын қаншасы қалған бәрін үстемелете сұрап жатып, көйлекті бойына өлшеп байқады. Құйып қойғандай дәл, әсіресе сәннады. Жағаның екі еледей жалпақ қайырмасының мойын сырты доғаланып, омырау тұсы сүйірленіп, кәдімгі қамыт секілденіп тұр. Кигенде мойныңа құды жалпақ алқа тағып алғандай көрінесің. Қамыт жағалы мұндай көйлекті қазір қаладан қолы жеткен ғана киеді. Ақшасын таба алмай талайлар табанынан тозып жүр. Диплом алатын күні киіп барса, қыздар Шараны Құдай біледі, тірідей талап жейді. Сырлары белгілі, бәрі әдегеннен ақ бізге неге алмадың деп шулайды. Жалғыз көйлек қалыпты дегенде, олар өлсе иланбайды. Иланып, иланбасын, әйтеуір өзіне өте жарасады. Бетінің қызылына қоңыр түс әдемі үйлеседі. Алады. Әмиянде азғана ақша қалыпты. Қасындағылардан қарыз сұрап еді, бәрі де қалтамыздағы жол қаражатынан артылмайды десті. Асықтырып автобус 2-3 күн бепілдеді. Қайтерін білмей қатты састы. Бүгін нағашысынікінде қалып, ертең көйлекті алып бірақ қайтса екен. Бүрсі күні бірінші мемлекеттік емтихан. Оған дейін оқығандарын бір қайталап шықса, көйлек тұрмақ бас қайғы болып кетуі мүмкін. Оның үстіне тойдан шаршаған нағашысын тағы қинамақ. Даяр автобуспен ертең өзі қайта келмей ме? Жеңге, деді жалынып, ертеңге дейін тұрасың ба? Диплом алатын күні кисем деп едім, бүгін ақшам жетпей тұр. Ертеңгі автобуспен қайта келем, маған тегі қиып қойғандай екен. Жарайды деген дүкенші жымиып, бір көйлегіңді бір күн сақтап жіберерміз. Ертесі Шара Жылысайға кешкі 4:30-да жетті. Қойдырып кеткен қоңыр көйлекті қуана сатып алып, нағашысынікіне барды. Оғыдай-ай, кеше үйге келе салсан ғой, бүгін бүйтіп әуре болмайтын едің деп ағасы кейістік айтты. Әй, сендерде қазақлық қалмайды-ау. Ертең емтиханы бар екенін естігесін. Ағасы басын шайқап біраз үнсіз қалды. Талғатжан, деді, кеше той өткен баласына қарап. Шара тәтеңді Алматының жолына жеткізіп сал, көлік тап, өзің бірге барып, бір мәшинеге отырғызып қайт. Шара шай ішіп алған жақ, Талғат су таситын мәшинені
лезде алып келді. Оның кабинесіне шопыр үшеуі қысылса отырып, көр тоғайдың сайына келіп, Шарын өзенінің көпіріне жетпей тоқтады. Талғат қарсы алдыларынан қанша жүгірген